Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ол көрнекілікті сабақта пайдаланудың жолдары, көрнекіліктің түрлері. Мақсаты көрнекіліктің түрлері, көрнекіліктің сабақ мақсатына байланысты пайдалануына бағыт беру, тиімділігін қарастыру. Жоспар: көрнекілік түрлері, кесте, сурет, бейнесюжетті сабақ үрдісінде қолдану ерекшеліктері, көрнекілік түрлері оны сабақ үрдісінде ұтымды қолданудың тәсілдері. Пайдаланған әдебиеттер: Керімбекова қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, Кетебаева қазақ әдебиетін тереңдетіп оқытудың инновациялық әдістемесі мен технологиясы, негізгі білім деңгейінің 5-9 сыныптарына арналған қазақ әдебиеті пәнінің жаңартылған мазмұны үлгілік оқу бағдарламасы және интернет ресурстары. Оқу әдістемелік кешенінің бір бөлігі ретінде көрнекілік құралды пән мазмұнының оның ұйымдастырылуы кезінде қолданылады. Педагогикалық сөздікте көрнекілік оқушылардың тікелей қабылдауы кезінде нақты түрде әсер ететін дидактикалық ұстаным деп анықтама берілген. Қазақ әдебиетін оқыту процесінде табиғат заттары мен құбылыстарының маңызды рөл атқаратыны және көрнекілік түрлерін қалыптастыруда қажетті құрал болатыны белгілі. Көрнекілік пәнді оқытуда қолданылатын маңызды дидактикалық материалдардың бірі ретінде мектеп практикасында үнемі қолданылып келеді. Көрнекілік сабақ материалымен тығыз байланысты болу керек. Көрнекілікті қолдану оқушылардың психологиялық белсенділігін, сабаққа деген қызығушылығын жоғарылатып, материалдарды терең ұғынуға, есте сақтауына көмектеседі. Көрнекілікті сабақтың кез келген бөлігінде қолдануға болады. Яғни, жаңа материалды түсіндіруде, бекітуде, бақылау және қайталау сабақтарында пайдаланған тиімді. Көрнекіліктер шартты түрде екіге бөлінеді: көру көрнекіліктері және есту көрнекіліктері. Көру көрнекіліктеріне сызба, ілестірмелі кеспе, оқулық, кітаптар, буклеттер, экран және техникалық құралдар жатады. Есту көрнекіліктеріне техникалық құралдардың түрлері, қосымша материалдан алынған әңгімелеу жатады. Көрнекі құралдардың қолдану тиімділігі жоғары болған жөн. Ол тек сабақты сырт түрлендіру рөлін атқармай, мұғалімнің беретін ақпаратын еселеп, көрнекті түрде жеткізе алатын тек болуға тиіс. Мектепте көрнекілікті қолданудың өз тәртібі бар. Алдымен көрнекілік оқушыға эстетикалық әсерлігі, мазмұндылығы тұрғысынан ықпал ету керек. Мысалы, қазақ әдебиеті 7 сынып Төлен Әбдіков қонақтар шығармасы сюжетін еске түсіру мақсатында кесте сызба түріндегі көрнекілікті пайдалануға болады. Бұл кесте карта негізінде конвертке салып әр балаға жеке таратуға да болады, немесе электронды тақта арқылы пайдаланып тақтаға көрнекілікті қолдануға да болады. Оқушылар кестесін ретімен орналастырып болғаннан кейін дұрыс жауабын тақтадан шығарып, оқушыны ретімен осы рет кезінде баяндатуға болады. Мысалы, ерекең кетпенін алып, қысқа отын жоқ, бар кезінде қиойып алайын деп қораға кетті. Әкем көрген, әкемнің әкесі көрген қара орнынан айырылып көргенім жоқ. Естисің қазір аспандияр. Бас жағында сөйлі тұрған ескі домбыраға шұқшиып қарады, қолын алған жоқ. Ерекең ыңырана әндетіп аяғына сүйенді. Қолын көлегейлеп маңайына қарады. Баласын тосқан ата-ана. Жетпіс деп дауыстап, тап бір көзге көрінбейтін біреумен сөйлесіп тұрғандай. Машинаның гүрілінен оянды. Басым сынып өлейін деп жатырмын, мазалай бермеші. Міне осы сөйлемдерге байланысты Төлен Әбдіковтың қонақтар шығармасын сюжетін еске түсіріп, толық баяндауға болады. Енді балалар конверттен алып, оны ретімен орналастырғаннан кейін, бұның тура жауабын экран арқылы шығара салуға болады. Міне мынарада ретімен қойылған осы рет бойынша балалар өздерінің дұрыс қате жауаптарын айтады. Бұл жерде бір бөлімнен
бір сөзден, сөйлемнен, бір ойдан қате кетсе, бүкіл жаңағы сюжеттің белгісін еске түсіруден қате кетеді. Сондықтан мына интербелсенді тақтаға дұрыс жауабын шығара отырып, осы бойынша сюжетті баяндатуға болады екен. Бұл енді шығарманың мазмұнын бірден еске түсіруге, жинақы еске түсіруге көмегі тиетін сызбаның түрі. 8-ші сыныпта қазақ әдебиеті пәні Тахауи Ахтан күй аңыз әңгімесі. Әңгіменің негізгі тақырыбы өнер құдіреті, естемес күйшінің ауыр тағдыры. Шығармада күйші естемес пен жас жігіт Оразымбектің жолдағы әңгімесінен басталады. Сурет күй аңызы әңгімесінің қай кезеңі суреттелген? Мәтіннен тауып суретпен сәйкестігін анықтаңдар. Мына жерде 3 сурет беріліп тұр. Осы 3 суретті бала күй аңызының қай бөлімінде суреттелгенін айтып, қай бөлігінде, және оны мәтінмен оқып, мәтіндегі берілген суреттермен суреттің екеуінің арасында қанша айырмашылық, қанша ұқсастықтар осыны табады. Шындығында бұл жерде Оразымбектің киімі, беліндегі қызыл белбеуі, үстіндегі көк шапаны, басындағы бөрігі және оның көкпен тысталғаны бұл суретпен әңгімемен дәлме-дәл келеді екен. Сондай-ақ естемістің артындағы қызыл қоржыны, онда жаңағы домбыраның салынуы, бұл да жаңағы әңгімемен сәйкес келеді. Міне балалар осы оқиға желісін, күй аңызындағы оқиға желісін оқи отырып, суретпен сәйкестендіреді. Ең соңында аяқталған кезі суретте жаңағы інгенді қыздың сауылы, міне осы кезде күйдің әсерінен, естеместің күйінің әсерінен інгеннің июі, міне осы кез суреттелген. Ол кезде естеместің бір тізесін жерге қойып, құлақтың үстінде жас жігіт деп отыра қалып домбыра шертті дегені осы іс-әрекетін толық нақты көрсетіп тұр. Ал келесі сурет, бұл екі жолаушының келуі, жұпыны кигіз үй, бұл жерде екі аттың байланып тұруы және қазанда тек қана бұларда ештеңке жоқ, жаңағы суды қайнатып берді деп айтады. Міне осы қазан суреттелген екен. Мәтінмен сурет пен мәтінді салыстырады. Бұл балалардың шығармашылық ойлау деңгейін және де мәтіннің қаншалықты мәтінді меңгергендігін анықтауға болатын тапсырмалардың бірі екен. Міне осындай суретті көрнекіліктерді сабақ барысында сюжеттерді анықтауда пайдалануға болады. Келесі 8-ші сыныпта Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя әңгімесі берілген. Ұшқан ұя әңгімесінде Бауыржан Момышұлының өмір жолы, ата-анасы, өскен ортасы, Бауыржан Момышұлының өжеттігі, өрлігі, алғырлығы, көрегенділігі жақсы танылады. Міне осы тақырыпта өткен кезде Бауыржан Момышұлының нақыл сөздеріне тоқтауға болады. Ол кісінің қазақ тілі туралы айтқан ұлағатты сөзі бар. Қазақ тілі сұлулығымен бой балқып, тамыр шымырлататын, жан жүйкеңді жандырып, құлақ құршын қандыратын, өткірлігінен қысылтаяң тұста ел мен елге бірдей медет болып, адам түгілі жағдайдың өзінің аузына құм құятын ғажайып кемел тіл деген. Бауыржан Момышұлының портретін пайдалануға болады. Бауыржан Момышұлының радиодан берген өз дауысын пайдалануға болады. Енді картаны пайдалануға болады. Бұл жерде Бауыржан Момышұлының майданда жүрген жолдарын картаға түсіріңдер тапсырма беруге болады. Бұл жерде неміс фашистермен шайқасқан Бауыржан Момышұлының мемлекеттері қалаларына балалар белгі қойып шығады. Келесі тапсырма Бауыржан Момышұлының радиодан берілген өз дауысына назар аударайық балалар деп, Бауыржан Момышұлының өзінің радиодан берген сөйлеген сөзі бар. Міне осыны
балаларға тыңдатуға болады. Ал қазір Бауыржан Момышұлының Қазақ радиосының алтын қорында сақталған дауысын тыңдайық. Біз майданда болдық, белуардан қан кештік, тылда жүріп, көз жасымызды көл өттік. Күн түн демей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Бұл жеңіс бізге арзанға түскен жоқ. Ел дегенде еңіреген ерлеріміздің қан майданда құрбан болғандар аз емес. Қол аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан ерлеріміз де аз емес. Ұлы отан, туған елім, туған жерім, ұлы отан соғысының жалынына шарпылмаған біздің елде бірде-бір семей жоқ. Соғыс қайғысы, соғыс мұңы әрқайсымыздың басымызда болды. Солдаттың сағынышы, ата-ананың қайғысы, жардың мұңы, жетім-жесірдің көз жасы әрқайсымыздың басымыздан өтті. Мен өзім 40 жыл қырғында тірі қалған жандардың бірімін. Сол сұрапыл қырғын соғыста еліміздің талай саңлақ батырларының, ақылды ерлерінің қаза тапқанын мен өзім көзімменен қан майдан көрген. Менен артық, менен батыр, менен ақылды жігіттер өліп кеткен көзіммен көрген. Олардың имандары жолдас болсын. Олар ұлы отанымыздың тәуелсіздік үшін жан, тәнін аямастан соғысты, тәуелсіздік үшін жан тәсіл етті. Бауыржанның сөзін, радиодан берген сөзін тыңдаған кезде балаларда бір мақтаныш сезімі, өрлік сезімі және ұлы тұлғаға деген бір тағзым балаларда жанында сақталады. Көрнекілік оқушылардың жаңадан танысуға тиісті тақырыбына тың ақпарат көрнекілік тұрғысында қабылдауына әсер етеді. Көрнекілік тұрым мұғалім сабақтың нақты мақсатына қарай әзірлеп, оны сабақтың тиісті бөлігінде қолданып отырғанда нәтижелі болмақ. Оқушы көрнекілік арқылы сол пәннің қоршаған ортамен байланыстылығы туралы өтіліп жатқан материал жөнінде жан-жақты мағлұмат алады. Кері байланыс тапсырмасы 6 сынып Асқар Алтайдың прописка шығармасының сюжетті композициялық құрылымына негізделген тапсырма әзірле. Онда көрнекіліктің қай түрін пайдаланған тиімді, қандай көрнекілік пайдаланар едің, көрнекілік дайындап, оған түсініктеме бер. Яғни оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Осы оқу мақсатына негізделген сюжетті композициялық құрылымына тапсырма әзірлейсің. Ол әзірленген тапсырманы қалай пайдалануға болады, және оған түсініктеме бересіңдер. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін таңба жүйесі, немесе электронды почта, немесе WhatsApp желісі арқылы тапсырмаларыңды жіберулеріне болады балалар. Сабақ аяқталды, сау саламатта болайық.